Жұмыртқа қаншадан? 10 теңгеден. 15 жұмыртқаны 100 теңгеге бер. Әйтпесе алмаймын. Жарайды, алыңыз. Бүгінге әлі сауда жүрмей тұр. 15 жұмыртқаны 100 теңгеге алып, 50 теңге олжалаған әйел сәтті сауда жасадым деп өзін жеңімпаздай сезінді. Қарт саудагер Алла берекесін берсін деп қала берді. Кешкі уақыт. Жұмыртқа алған әйел су жаңа көлігімен дәмхана алдына келіп тоқтады. Құрбысымен бірге кешкі ас ішпек. Екеуі құс сүтінен басқа барлық тамаққа тапсырыс берді. Дастарханда балық та, құс еті де бар. Еуропалық дастархан этикасы деп тамақты тек түртіп қана қойды. Есептеуге шақырып еді, барлығы 15 мың теңге болыпты. 20 мың теңге ұсынып, қалғаны қажет емес деп әйел жомарттық танытты. Кафе қожайыны үшін 5 мың теңге дүние емес. Ол 5 мың теңгеге бір шынаяқ кофе ішу мүмкін. Бірақ жұмыртқа сатып күнелткен қарияға 50 теңге тәп-тәуір ақша. Бір күндік нанын сатып алады. Біз қызықпыз. Ылғи кедей мен әлсіздерге күш көрсетеміз. Ал біздің ақшамызды қажет етпейтін бай дәулетті адамдарға мейлінше жомарттық танытқымыз келеді. Көшеде мұқтаж адамды көрсем, бір бай кісінің әңгімесі есіме түседі. Бала күнімде деп әңгімесін бастады әлгі бай кісі. Әкем үнемі кедейлерден көкөніс, жұмыртқа, нан сатып алатын. Оның барлығына өте көп ақша беретін. Әрине, қайтымын еш уақытта сұрамайтын. Біз бұл азық-түлікті қажет етпейтінбіз. Әкемнің мұнысын мен жақтырмайтынмын. Өйткені мен ақша сұрасам, неге, қанша дейтін әкем кедейлерге осыншама жомарттық жасайтыны ұнамайтын. Бір күні ақыры ішім жарылды. Мұныңыз не? Адамды ұялтып, не қажеті бар? Осыншама көкөністің дедім. Әкем, балам, бұл құрметпен қапталған садақа. Кедейлер намысқой келеді. Олар еш уақытта қол жайып қайыршылық етпейді. Барға қанағат етеді. Маңдай термен тапқан нанды жақсы көреді. Сондықтан олардың өсірген көкөнісін, пісірген нанын алу мен үшін оларға көмектесудің үлкен бір мүмкіндігі деді. Көше бойынша 4-5 тауығының жұмыртқасын немесе үйіндегі жалғыз түп алмасын теріп сатып тұрған адам құрметке лайық. Мүмкін болса, оның тауарын сатып алыңыз. Жылы лебізіңізді айтып, алғыс білдіріңіз. Өйткені олар адал еңбек етуде. Достар, видео ұнаса, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сонда кейінгі шыққан видео сіздерге алғашқы болып көрінетін болады. Қош сау болыңыздар.